Шәкәрім Құдайбердіұлы, нақыл сөздер. Сөзіңді дүзе, әдетіңе айналады. Әдетің мінезіңе айналады. Мінезің сенің тағдырың. Мейірім, ынсап, әділет, адал еңбек, таза жүрек, тату дос. Өмірінде өкіндірмес қасиеттер осылар. Ең зиянды адам, мінезі тайғақ, екі сөйлейтін адам. Мейірім, ынсап, ақпейіл, адал еңбек. Осы төртеуі кімнің бойында болса, сол шын адам болады. Құр білген керек емес, білгенді іс қылған керек. Жүрегі таза адам қиянатқа бармайды. Бейнет көрме, біреуге бейнет берме. Дүние алдамшы, өмір қу деп елірме. Қамдан, сақтан қалғып бақ, бәле келсе, бәрін Құдай қылады деген керме. Рух, таза ақыл, жалқаулық көрсе қызар ашу мақтан. Арамдық өтіріктен ерте сақтан. Күні бұрын жуытпа маңайыңа, есер, есірік, ынжықтық солар жақтан. Нәпсі, өзімшілдік пен мақтан, шексіз көп жаман әдеттер туғызады. Атағы шыққан жақсыға ақылды байлап қылма құл. Адамның ең асылы қиянатсыз, ақпейіл адам. Арлы, ақылды адам қиянат, зорлық жасамайды. Өзімшілдік пен мақтанды сүймейді. Дүниенің қайғысы ақ жауындай үзілмей жауса да, қуаныш анда-санда найзағайдай жарқ етеді де өшеді. Бұл неліктен? Бұл адам баласының қиянатының көптігі, мейірімнің аздығы.